Қасиетті Рамазан айының басталуымен баршаңызды құттықтаймын. Бүгінгі оразаның алғашқы күніне арнап, асқазанға жеңіл әрі дәмді сорпа жасаймыз. Ал шайға осындай тәтті кекстер пісіреміз. Қайнатпа сорпамызды тауықтың сан етімен және қойдың құйрық майының бір тілім етімен жасайтын боламыз. Етті жақсылап жуып, артық жерлерін кесіп алып тастаймыз да, қазанға азғантай ғана су құйып, осылай салып қоямыз. Қайнағаннан кейін бір қайнатып алғаннан кейін еттерді ала тұрып, жаңа қайнап шыққан сорпаны төгіп тастаймыз. Одан кейін жаңадан таза су құйып, жаңағы тауықтың сан етімен құйрық майымызды салып, қайнағанын күтеміз. Оған дейін кексімізді дайындай береміз. Бір жұмыртқаға қантты салып көпіртіп аламыз да, сүт пен сұйық майын құямыз. Одан кейін ұн мен қопсытқышын салып, кексімізді дайындаймыз. Кекстің толық рецептін видеоның астындағы описанияда жазып қалдырамын. Сорпаға қосатын көкөністерімізді дайындаймыз. Үйіңізде қандай көкөніс бар, соны пайдалана берсеңіз болады. Мен картошка мен сәбізді қостым. Барлығын қазанға саламыз да, дәміне қарай тұз, қарабұрыш, лабыр жапырағын және өзіңіз қалаған дәмдеуіштерді қоса бересіз. Сорпа қайнап шыққаннан кейін, әдетте мен осылай пиязын алып тастаймын. Тауықтың еті пісіп шыққасын бөлек ыдысқа салып, оны турап аламыз. Осымен сорпамыз да дайын болды. Ең бастысы бұл сорпа асқазанға өте жеңіл әрі денсаулыққа да пайдалы. Видео рецепт сізге ұнаса, пікір қалдырып, лайк басып қойсаңыз, мен үшін үлкен қолдау болушы еді. Ал жаңағы кексіміз өте көтеріліп, дәмді болып шықты. Ауызашар дастарханына сонымен қатар ешкім білмейтін ерекше тәсілмен күшті пицца жасадым. Оның қамырын пісірудің де ашытудың да қажеті жоқ. Бұл құпия рецепті келесі видеода салатын боламын. Сол үшін каналыма тіркеліп, сақтап алыңыз.